айтқанмын есіңде ме? Бәрібір жазмыштан қашып құтыла алмайсың. Ханшайым. Ол қайда? Кетіп қалды. Енді оған зияныңды тигізе алмайсың. Патшайымы мен болдым. Ал сен әбден тоздың. Мұның ессіздік кәмпит перісі, дереу тоқтат. Оны платформаға қойыңдар. Кәмпит перісі, Мариді сағынғаныңды білем. Бәріміз де сағындық. Бірақ бұл әрекетіңмен оны қайтара алмайсың. Сені 4-ші патшалыққа қуғынға жібергенімде рахаттанып ем. Бірақ бұл жолы бәрі де әбден қуантады. Адио, сау бол, қош бол. Кәмпит перісі, тоқта. Клара, қаш! Бұл жерден кет! Ұстаңдар! Ханшайым үшін досым, және патшалықтар үшін. Райыңнан қайт. Апам сені жақсы көретін. Сен оның жүрегінде ерекше орын алатынсың. Сен мені басқалардан артық түсінуің керек, Клара. Ол сені де тастап кетті. Жоқ. Ол маған керек дүниенің бәрін берді. Мен жалғыз емеспін. Естеймісің, біз жалғыз емеспіз. Дұрыс айтасың. Мені қорғайтын ең мықты жеке әскерім бар. Енді ешкім менің жүрегімді жараламайды. Білем, сен ашулысың. Бірақ сен әлі де райыңнан қайта аласың. Кәмпит перісі, оны тыңда. Мари бізге мұны ешқашан қаламаған еді. Бізге? Нағыз патшайым тек қарақан басын ойлау керек. Жоқ, нағыз патшайым халқының қамын ойлайды. Сен дұрыс айттың. Апамның аузынан түсіп қалғандай. Клара, не бүлдірдің? Бәрі бітті. Жіберіңдер. Шықанбек. Клараның қолынан келді. Зümбір апа? Жарайсың, Клара.